Қазіргі керемет жаттығулар ол мына жамбастары ауыратындарға, артроздары, артриттері барлар жамбастарында, көкс артроздары начинающий, соларға бірінші степень, екінші степень артроздарға керемет жаттығу. Есім Азамат, емдік жаттығулар инструктор olan 15 жылдық тәжірибелі. Видеоларымнан сол лайк басыңыздар, комментарийлеріңізді аямаңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Ендеше бастаймыз бірінші жаттығудан. Жамбастары ауыратындарға. Бірінші жаттығу күшті қолға түсіреміз, екі аяқты осылай ашамыз. Менімен бірге қазір 12-ден жасаймыз. 20-дан 30-дан жасау болады, бастапқы кезі 12-ден болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерде айта кететін жағдай біреулерді тимеуі мүмкін. Жаймен келеді. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Белді күшке түсірмейміз, қолға түседі күш. Екінші жаттығу. Бұл жерде екі аяқты қосамыз, бірге жасаймыз. Кішкене аштық, ара қашықтығын өкшенің бұлай жерге түспейді, үстіне шығаруымыз керек. Именно аяқты жерге емес үстіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Екінші жаттығу. Үшінші жаттығу. Бұлына бабочкамыз көбелек жаттығуы. Бұл жерде де жұдырықпен тіреміз, қолдың дененің артынан жұдырықпен тіреміз. Егер алақанмен тіресе мен бүкірейіп кетемін. Сол үшін жұдырықпен тіреп белге күш түсірмеймін. Біреулер бастап кезі осылай болады. Бірақ жасай бере кішкене мынау келеді. Ол уже келіп жатыр деген сөз. Сіздердің жамбастарыңыз восстановиться етіп жатыр, қалпына келіп жатыр деген сөз. Осылай 3 минутқа дейін жасау болады. Қазір біз 20 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 100 рет жасауға болады. 50-ден бастаңыздар, 20-дан бастаңыздар. Осылай пока осылай. Басында бұлай жамбастар ауыратында жай қозғалғыштық аз болады, бірақ сонда да жасау керек міндетті түрде. Егер қорқып жасамайтын болсаңыз, соң операция кетіп жатады. Сондықтан да жайлап бұлай жасай беріңіздер. Қозғалыс керек. Осылай жасады. Келесі жаттығуымыз. Жатып жасайтын жаттығулар. Тегіс жерге жаттыңыз. Бұл жерде жамбасты енді жатып айналдырамыз. Бірінші, мысалы екі жамбасты айналдыру қиын болуы мүмкін, сондықтан да бір жамбасты қазір 10 рет, 20-30 рет болады. Қазір 10 рет деп жасаймыз. Бірінші, бір аяқты сыртына 10 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді ішіне айналдырамыз. 1, 2. Жамбастың бұлшықеті, жамбастың айналасында бұлшықеттер жұмыс жасау керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Екінші жағында жасаймыз міне. 1, сыртына 2. Көрдіңіздер, жамбасты айналады. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. Енді ішіне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Керемет. 3 рет вдох етіп жасаймыз. Әр жаттығуды жасап жатқанда дыхание свобода болады. Еркін болу керек. Ауызбен де, мұрынмен де демді шығарып ала бересіз. Еркін. Өзі жасай уже тәжірибе жинай арқылы уже дыхание келеді. Екіншісі, келесі енді екі аяқты бірге 10 рет ішіне, 10 рет сыртына айналдырамыз. Естеріңізде болсын, бірінші қиын болса екі аяқтан бір аяқтан бастайсыз. Енді екінші аяқтан 10 рет. Біреу сыртына айналдырып, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Міне керемет. Сыртына айналдырдым. Енді ішіне міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Міне керемет. Сыртына айналдырдым. Болған соң тартамыз. Мысалы 30 секунд, 1 минут жамбасы тартып жатамыз. Мана қызық уже, енді растяжка. Тартамыз. Жамбасы 30 секунд болады, 1 минут болады. Жай жібердік. Келесі жағын тартамыз. 30 секунд, 1 минут. Созамыз барынша. Міне, создық. Жай жібердік. Резкий движение жасамаймыз. Болған соң, мына 10 рет вдох выдох жасап жіберуге болады. Деп міне 10 рет емес 3 рет. Мұрынмен демді алдым. Мысалы жатарда жасасаңыз, сразу осылай жатып жатардан жасап ұйықтап кетуге болады. Егер тұратын болсаңыз, бірінші қырынан оң жақ немесе сол жақ, қай жағыңыз ауырмайды. Мысалы қырынан жатып аласыз, содан кейін барып жайлап қолды тіреп тұрасыз. Резкі тікеңізден тұрмаңыз. Ендеше болса, міндетті түрде лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, керемет жаттығуларды видео салып тұратын болған. Егер сіздің аяғыңыз артрит артроз болса, осы видеоның астына сілтеме жасап кетемін. Артрит артрозға арналған сенім. Ендеше қолдап қойыңыз қазақша аудиторияны. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Аман болайық.